Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты Қазақстан үшін пайдалы тұстары көп. Сарапшылардың пікірінше, біздің мемлекет үшін мұндай қарым-қатынастар тек саяси тұрғыдан ғана емес, экономика жағынан да ұтымды. Өңірде шоғырланған елдердің серіктестігі алдағы 10 жылда ерекше қарқынмен дамиды деп болжайды мамандар. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан мен Тәжікстан. Орталық Азия өңірінде орналасқан осы 5 елдің ынтымақтастығында жаңа кезең басталды. Коронавирус пандемиясы басталып, логистикалық түйткілдер көбейгенде бұл мемлекеттер алыс шетелден гөрі өңірлік сауда-саттыққа басты назар аудару қажеттігін түсінді. Қазір өзара тауар айналымы 16 миллиард доллардан асып отыр. Какие у нас ключевые? Біздің мәселелеріміз қандай? Мысалы, Өзбекстан Республикасымен энергетикалық кешендегі ынтымақтастықты арттыруымыз абзал. Себебі оларға газ бен мұнай керек. Ал өңдеу өнеркәсібі көпшілікті алаңдататын маңызды мәселелердің бірі. Орталық Азия елдерінің өнеркәсібі біздің елге қарағанда ілгері дамыған. Бірақ ол елдерде ауыл шаруашылығының әлеуеті бізден жоғары. Міне, осындай экономикалық мәселелер қазір өзекті болып тұр. Орталық Азия мемлекеттері тек экономикалық емес, саяси мәселелер бойынша да бірлікті арттыруға мүдделі. Ортақ мүдделер мен бағдарламалар, визалық режим мен заңнамаларды үйлестіру жұмыстары күн тәртібінде тұр. Біздегі қазіргі саяси реформалар бұл жалпы тек қана орталық Азия үшін емес, жалпы ТМД мемлекеттері үшін жаңалық болып отыр. Өйткені, мысалы, көршілес мемлекеттерді қарасаңыздар, ол жерде президенттік билікті нығайтуға бет бұрып жатыр. Біз керісінше парламентаризм дамытуға мүмкіндік жасап отырмыз. Және де ол парламентаризм дамытудың негізгі жетістіктерін көрсетіп жатырмыз. Ертеңгі күні, мысалы, біздің тәжірибені көршілес мемлекеттерде, міне Қазақстанда бұл шынымен де дамып жатыр екен, көп партиялық, көп түрлілік, жалпы пікірлердің алуан түрлілігі, саяси жүйенің өзгеруін көрген кейін, яғни бұны табысты бір тәжірибе ретінде басқа да мемлекеттер қолдануға мүмкіндік алады. Сарапшылардың пікірінше, өңір аралық қарым-қатынастардың дамуы Қазақстанға тек оң ықпалын тигізіп жатыр. Мәселен, көптен бері жұртты мазалап жүрген шекаралық су мәселесі де шешімін табуға жақын. Вот уже несколько лет как Қазақстан мен Өзбекстан су саласында байланысты жолға қойды. Министрліктер бұл мәселеге ерекше мән береді. Трансшекаралық су ресурстарын пайдалануға келгенде басы ашық күйінде қалып келген көп мәселенің шешімін таптық. Қазақ пен Өзбектің осы бағыттағы серіктестігі аймақтағы басқа да елдерге үлгі. Сондай-ақ, өңір аралық ықпалдастықтың арқасында Қазақстан жаңа логистикалық шешімдер қабылдап, бұған дейін шықпаған нарықтарды игеруге мүмкіндік алады. Бізде ашылған инвестициялық хаб арқылы көрші мемлекеттерден